Жетісудың інжу маржан саналатын Алакөл көлі, содан бара жатқан немесе қайтып келе жатқан демалушылар жолда аялдап, Талдықорғанда тамақтанып немесе қонып кетулеріне жағдай жасауымыз керек. Ол үшін мынандай кішігірім кемшіліктерді ретке келтірсек. Мысалы, мынау Алматы Талдықорған, Алматы Өскемен тас жолы. Біз қазір Өскеменнен Алматыға бара жатқан жерінде тұрмыз. Мысалға, былай келе жатқан кезде қазір қалаға бұрылатын жол бар. Ол Желтоқсан көшесі. Желтоқсан көшесінен кірсе, ол жақта тамақтанатын жерде, жататын орында барлығы бар. Бірақ оны көпшілік адам білмейтіні, қаланы айналып өтіп бара жатқандардың. Келе жатасын, міне 90 деген знак тұр. Осы жаққа Талдықорған деп табличка қойса, оңға кіретін. Мысалға, мына жақ қап-қара, міне қап-қараңға жарық орнатып, демалушылар білсе қаланың тағы да кіре берісі бар екен. Машинелер шығып кіріп жатыр. Біз де бұрыламыз қазір оңға. Міне оңға бұрылған кезде мынау Желтоқсан көшесі. Жарық шамдары мына жақтан басталады, міне. Желтоқсан көшесіне. Мына жақтан уже қала екені білінеді. Жаңағы күре жолдан білінбейді. Енді Талдықорғаннан шыға беріс жерді көрсетейін. Ар жағы Алматы Өскемен жолы. Оңға қарай Алматыға, солға қарай Өскеменге кетеді. Міне Талдықорған бітті деген жазу тұр. Талдықорғанмен бірге мына жарық шамы да бітеді. Бұл міне соңғысы. Ары қарай уже жарық шамдары жоқ. Мына жақ қап-қараңғыда. Ал енді былай бұрылсаңыздар, міне. Ала. Тура іргесінде міне мында мейрамхана тұр. Тамақ ішетін орын. Ары тағы 1-2 шақырым жүрсе, қонақ үй бар.